Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы музыка арқылы ұлттық сана мен патриотизмді тәрбиелеу. Жалпы оқушылардың жалпы музыка дегеніміз ол халықтың рухани мәдениетінің ажырамас бөлігі болып табылады. Ол ұлттың тарихын, дәстүрін, дүниетанымын бейнелейді. Музыка балаларға музыка арқылы тәрбие беру, жалпы олардың бойында ұлттық сана, сезім және отан сүйгіш қасиеттерді қалыптастырудың ең бір тиімді жолдарының бірі десек болады. Ұлттық сананы қалыптастырудағы музыканың рөліне келетін болсақ, жалпы халық әндері мен күйлерінде ата-бабалардың дүниетанымы, тұрмыс салты, олардың арман тілегі көрініс табады. Мысалы, терме, жыр, дастандар арқылы ел тарихы мен батырлық дәстүрі ұрпаққа жеткізеді. Музыка тілінде бала өзінің ұлттық тамырын сезініп, халық мәдениетіне құрметпен қарауды үйренеді. Музыка арқылы оқушылар балалардың патриотизмге тәрбиелеу бұл ең алдымен жаңағы ән айту арқылы туған жерге, елге деген сүйіспеншілігі қалыптасады. Мысалы, егерде отан туралы, жер, ана туралы әндер үйрететін болсақ, оқушылардың бойында патриоттық тәрбие қалыптасады. Сол сияқты күй өнері арқылы, мысалы, ерлік пен елдік, рухтық қайнар көзі, ол баланы батылдыққа, намысшылдыққа баулиды. Жігерлі күйлер арқылы, әсіресе Құрманғазының төкпе, жігерлі күйлері арқылы. Сол сияқты рәсімдік, салттық әндер болады. Мысалы, бесік жыры балаларға, тойбастар, жар деген сияқты. Сондай әндер халықтың бірлігін, дәстүрін көрсететін әндердің бірі. Заманауи патриоттық әндер, мысалы, балалардың елге деген мақтанышын арттырады. Сондай қазіргі заманауи әндерде өте көп. Музыкалық тәрбие әдістеріне, мысалы, ұлттық ән күйлерді тыңдату, мазмұнын талдау сияқты. Халық композиторының шығармаларын үйрету арқылы патриоттық әндерді хормен айту, музыкаға байланысты ойындар мен сахналық қойылымдар өткізуге болады. Мысалы, мектепке дейінгі жаста мерекелік шаралар өте көп өтеді. Сондай мерекелік шараларда жаңа халықтық музыканы кеңінен қолданса, қолданудың пайдасы өте зор. Мысалы, музыканың тәрбиелік ықпалына келетін болсақ, баланың ұлттық болмысын қалыптастырудың бір тиімді жолы осы музыкалық өнер. Ол тарихқа, салт дәстүрге құрмет сезімін оятады. Сонымен қатар елін сүюге, ерлікке, бірлікке баулиды. Рухани адамгершілік құндылықтарды бойына сіңіреді. Сонымен бірге жаңағы музыка бұл ұлттық сана мен патриотизмді тәрбиелеудің қуатты құралы болып табылады. Халықтық әндер, күйлер, заманауи әндер, патриоттық шығармалар, жаңағы шығармаларды жүйелі қолдану арқылы жас ұрпақ өз халқын, мәдениетін, тарихын құрметтеп, елін сүйетін азамат болып қалыптасатыны сөзсіз. Дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.